Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Отырамыз. Рахмет, саламатсыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сыбайлас және вертикаль бұрыштар. Біз сыбайлас және вертикаль бұрыштармен кешегі күні танысқанбыз. Бүгін осы тақырыпқа арнап есептер шығарамыз. Енді осы тақырыпқа арналған үйге мен номер 155-ші тапсырманы бердім. Дұрыс па, балалар? Енді номер 155-ші есепте не дейді? Бәріміз өз қаламызды ұстап, өз-өзімізді тексеруге көшейік, олай болатын болса. Оқушылар, номер 155-ші есепте А осы бұрышы қанша градусқа тең бұрыш салу керек екен? 80 градусқа тең бұрышты салу керек екенбіз, дұрыс па? Сонда біз мына жерден қақ ортасынан бөлетін қандай нені жүргіздік? О, 5-3-асын жүргіздік. Сонда біздің үлкен бұрышымыз қаншаға бөлініп кетті? 40 градустан қақ ортасынан бөлініп кетті ма? Бөлініп кетті. Сонда біз мына бір бөлігіміз 40 еді ғой? Ол енді қаншаға бөлініп кетті? 5-3 салуға кетті. 20-20-ға бөлініп кетті. Енді есептің шартына қарай не дейді? Тағы да АО-ды бөлігін тағы да не істейміз? Қақ бөлеміз. Сонда ол не арқылы жүреді? 5-3 арқылы. Оны ОЕ дейміз. Сонда біздің АО-ды бөлігіміз 10 градус және 10 градус бөлінеді. Жалпы үлкен бұрышымыз қанша градусқа бөлінеді екен сонда? Қанша бөлікке бөлінеді екен? 8 бөлікке бөлінеді екен. Дұрыс па? Бір 40 бөлігіміз, 40 градусқа тең бөлігіміз 4 бөлікке, екінші бұл осы бөлігіміз 4 бөлікке, яғни 8 бөлікке бөлінеді дейді. Дұрыс па? Енді осы жердегі АОЕ бір бөлігіміз, бір кішкентай бір бөлігіміз, 10 градусқа тең бір бөлігімізді, яғни үлкен бұрыш АО-сының қандай бөлігі деп алдыңдар? Айлен? АО-сының 8-ден 1 бөлігі деп алдыңдар. Жарайсыздар. Барлығымыз осылай дұрыс па екен? Тексердік па өз-өзімізді? Жақсы. Олай болса, бүгін сыбайлас бұрыштар және вертикаль бұрыштар тақырыбына есептер шығарамыз. Енді оқушылар, сыбайлас бұрыштар дегеніміз не? Вертикаль бұрыштар дегеніміз не екенін еске түсіру үшін барлығымыз математикалық диктантқа назар аударайық. Математикалық диктант жазып жіберейік. Мына жерде бәрін өз-өздеріне тарқатып аламыз. Сол жерде тарқатып алыңдар. Енді бәріміз тыңдаймыз. Қалай орындаймыз осыны мен түсіндіріп өтейін. Математикалық диктант, яғни бұл ережелердің жиынтығынан сұрақ құрастырылған. Бұл жерде жалған болуы мүмкін пікірдің ережелерінің, немесе жалған емес болуы мүмкін. Жалғанына минус қойсақ болады, ал дұрыс пікірге, дұрыс ережеге плюс қойып кете береміз. Түсінікті ғой? Соңынан кейін талқылай жатамыз. Мен оқимын, ары кеттік. Вертикаль бұрыштардың қосындысы бірінші топ. Жаза береміз. Бірінші барлық топқа бірдей айтылады. Вертикаль бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең ба? Плюс или минус өздерін жазып қоясыңдар. Кеттік. Келесі, сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең ба? Плюс или минус өздеріңіз қоямыз. Сыбайлас бұрыштар өзара тең дейді. Келесі, вертикаль бұрыштар өзара тең дейді. Үлгеріп жатырмыз ба? Келесі, сүйір бұрышқа сыбайлас бұрыш сүйір болады дейді. Келесі, доғал бұрышқа сыбайлас бұрыш сүйір болады дейді. Келесі, бұрыш 7 градус болса, оған сыбайлас бұрыш 2, 110 градус болады дейді. Келесі, бұрыш 30 градус болса, оған вертикаль бұрыш 150 градус болады дейді. Ең соңғы сұрақ, сыбайлас бұрыштар тең болса, олардың әр қайсысы тік бұрышты бұрыш болады дейді. Ал енді талқылаймыз. Бірінші, бізде бірінші топтан сұрайықшы, алғашқы 3 сұрақты. Вертикаль бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болуы мүмкін бе екен? Қолымызды көтереміз тек қана. Нұрай, плюс дедің ба, минус дедің ба? Себебі вертикаль бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болуы мүмкін емес. Келесі сұрақ, сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең ба, плюс дедің ба, минус дедің ба? Балжан айта ғой. Плюс дедің, себебі олардың қосындысы 180 градусқа тең. Біз теореманы да дәлел дегенбіз. Үшінші сұрақ, сыбайлас бұрыштар өзара тең ба? Диана?
минус қойып, өйткені сыбайлас бұрыштар өзара тең емес. Иә, тең емес, дұрыс, өте тамаша. Келесі, екінші топтан сұрайықшы, төртінші сұрақ. Вертикаль бұрыштар өзара тең ба? Каусар? Жоқ, иә, вертикаль бұрыштар өзара тең. Вертикаль бұрыштар өзара тең, өте дұрыс. Келесі, сүйір бұрышқа сыбайлас бұрыш сүйір болады ма? Айлин? Мен минус дедім, себебі сүйір бұрышқа сыбайлас бұрыш сүйір болмайды. Дұрыс, өте дұрыс. Келесі, доғал бұрышқа сыбайлас бұрыш сүйір болады ма, Елнұр? Мен бұған плюс қойдым, себебі ол болады. Міндетті түрде біреу доғал болса сыбайлас бұрыштың, біреуі сүйір болады. Жақсы жауап берген. Келесі, үшінші топқа барайық. Үшінші топта бір бұрыш 70 градус болса, екінші бұрыш 110 болуы мүмкін ба сыбайлас болу үшін? Қалай ойлайсыңдар? Али? Мен оған плюс қойдым, өйткені ол сыбайлас болуға. Себебі олардың қосындысы нені беріп тұр? 180 градусты беріп тұрғандықтан олар қандай бұрыштар? Сыбайлас бұрыштар, өте тамаша. Келесі 8-ші сұрақ талқылайық. Бұрыш 30 градус болса, оған вертикаль 150 градус болуы мүмкін ба? Данат? Мен минус қойдым, өйткені ол мүмкін емес. Ол мүмкін емес. Біреу 30 болса, екіншіде қанша болу керек? 30 градус болу керек. Тамаша. Келесі ең соңғы сұрақ. Сыбайлас бұрыштар тең болса, олар тік бұрышты бұрыштар болады ма? Айта ғой, Мержан. Болады. Сыбайлас бұрыштар тең болса, олар да тік болады. Тік болады. Сонда әрқайсысы қаншадан болғаны деген сөз? Тік болса? Тік болса 90 градус. 90-90-нан. Тамаша. Осымен сыбайлас және вертикаль бұрыштар жайлы түсінікті ма? Қасиеті, анықтамасы, иә? Енді бұл жерде анықтамаларды қамтылмаған, сондықтан бір қамтып өтсек. Жалпы сыбайлас бұрыштар дегеніміз қандай бұрыштар еді? Сыбайлас бұрыштар дегеніміз қандай бұрыштар еді? Яғни бір қабырғасы қандай? Ортақ, қалған қабырғалары? Сыбайлас бұрыштар бұлар бір қабырғалары ортақ, ал қалған қабырғалары бір-бірінің қосындысы болып келеді. Және оның қасиеті әрқашан қосындысы 180 градусқа тең болады. Өте тамаша. Енді вертикаль бұрыштарға анықтама берейік осы жерде. Вертикаль бұрыштар дегеніміз қандай бұрыштар еді? Есіңізге түсірейік. Яғни айта ғой, Көркем. Яғни бірінші бұрыштың қабырғалары және екінші бұрыштың қабырғалары өзара созылып және тең болады. Бір-бірінің созындысы болып келген екі бұрышты айтамыз. Бір ғана бұрыш өзімен өзі вертикаль бола алмайды, бір ғана бұрыш өзімен өзі сыбайлас бола алмайды. Олар жаңағы жұп-жұппен, сыбайлас деген жалпы көршілес, іргелес деген сөзден шыққан. Ал вертикаль бұрыштар жалпы бір-біріне қарама-қарсы орналатын, өзара тең болатын бұрыштар екен. Жалпы жақсы, жаман емес. Енді бүгін осы тақырыптарға біз есептер шығарамыз. Ол үшін сіздерге мынандай сызба беріледі. Үш топқа да бірінші қарап алыңыздар. Мынандай сызба берем. Бірақ бұны жалпы бәріміз екі адам бір топта, бір-екі адам істемейік, барлығымыз топқа жабылып, топ болғаннан кейін топпен жұмыс істеуге тырысайық. Мына жерде суреттерге қарап отырып, бірінші топ сыбайлас бұрыштар жұбын жазыңдар деді. Сыбайлас жаңағы жұптар бізде, сыбайлас бұрыштардың жұбы мына жерде, мысалы біреу көрсетіп қояйын. А, С, В мен қандай? В, С, Д. Екі бұрыш бір-бірімен қандай болады? Сыбайлас болады. Сендерге сыбайлас деген. Сыбайлас бұрыштардың жұбын жазасыңдар қазір. Фломастер бар, қалам бар, иә? Енді мына жерде сыбайлас бұрыштарды табуға болады. Мына жерде де табуға болады. Сабақты қорытындылау үшін берілген біздің тапсырмамыз қандай еді? Яғни өмірде вертикаль және сыбайлас бұрыштарды қалай елестетеміз, қандай заттар көреміз деген еді. Бұл жерде мен екінші топтың дайын екенін көріп тұрмын, иә? Екінші топ бізде яғни сыбайлас және вертикаль бұрыштарды кәдімгі өзіміздің қолданыста жүрген сағатта көреді екен. Сағаттың тілдерін қандай бұрыштар деп отырмыз сонда? Вертикаль бұрыштар деп отырсыңдар, иә? Жақсы, тамаша, келісемін. Келесі бізде бірінші тобымыздың суреті дайын ба? Ере ойындар болды, уақытымыз біздің таяу, иә? Сыйдыру керек уақытқа. Қандай затта көріп отырсыңдар? Бұл қандай бұрыштар? Бұл қандай зат?
Қандай затта, қандай зат өмірде? Допта осындай бұрыштар өйстіп көрініп тұра ма? Түсініксіз болып тұр, е? Түсініксіз болып тұр. Маған зат бірінші топтың, енді үшінші топтың тапсырмасына қарайық. Үшінші топта көрнекіліктер сәл бояулар аз болыпты, бірақ белгі, жол белгісі ғой. Жол белгісін, стоп деген жол белгісінде осындай жаңағы біздің бұрыштарымыз бар дейсіз. Ал вертикаль бұрыштар дегеніміз бұрыштың екі қабырғасы, келесі бұрыштың қабырғаларын солғыз болып келген екі бұрышты вертикаль бұрыштар деп айтамыз. Егер өзіңіздің осы жаңағы тапсырманың астындағы 12-ші, 13-ші, 14-ші есептерді беремін. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.